Астанада қоғам белсендісі Дәулет Мұқаевқа шабуыл жасалды. Аула бейне бақылауына түсіп қалған кадрлерде аталған азаматты беттерін тұмшалаған бірнеше бейтаныс азамат көлікке зорлап салып алғаны көрінеді. Мұқаевтың туыстарының айтуы бойынша аталған оқиға тікелей сайлау алдында қасақана ұйымдастырылған жайт деп біледі. Оқиға орнынан тілшіміз. Баламен жүрген прогулкада бір кезде подъезден Дәулеттен шықты. Енді елдің жанашыры, артынан жастар ерген блогер, депутат болып жатыр. Қой суретке түсіп алайын дегенмін ғой. Бір кезде баламды жаңағы краскіге қойып, ремендерін тағып болып қарасам, жоқ Дәулеттен. Былай қарайым жоқ, былай қарайым жоқ. Сасқамда краскінің астын қарадым, жоқ, исчез. Жаңа мына жерде телефон қалып қойыпты, да міне телефон қолымда қазір. Мен бұл жағдайды қасақана жасалған қастандық деп ойлаймын. Себебі Дәулет Мұқаев жеңіске жететіні сөзсіз. Сондықтан бұл жасалған қарсы әрекет жауларының жасаған әрекеті. Мына халыққа тиімді, халықтың жағдайын жасап, сол халықтың ойын айтып жүрген азаматтарды жібермеу мақсатында жасауы мүмкін. Полиция қызметкерлері іс суытпай Дәулетті ұстап отырған үйді де тапты. Аталған үйге басып кірген арнайы жасақ Дәулет Мұқаевты баланың тұсауын кесіп тұрған жерінен құтқарған. Оқиға бойынша бас күдікті уақытша қамау изоляторынан сұхбат берді. Мен Дәулет Мұқаевқа баламның тұсауын кестіре алмай жүргеніме 6 ай болды. Анау Бейгарс деген көмекшісі телефонын алмайды. Бала болса өсіп бара жатыр. Ол ертең депутат болады. Ол кезде вообще ұстатпай кетеді. Сосын қасымдағыларға айттым. Любой ценой маған алып келіңдер осыны деп. Енді ұлым Дәулетте үлкен азамат болса екен деген арманым бар. Үйден шығып бара жатқанмын ғой, тура подъездің алдында бір екі жігітті алды да, бірден көтеріп алып, көзімді ашып қалсам, бірден машинаға салып жатты да. Енді шамам жеткенше бүйтіп қасарыстым, бірақ епті болды енді. Жігіттерді үндемейді, сұрақ қойып жатырмын, не болып қалды, қайда бара жатырмыз, не істеді мен сендер, кімсіңіз, үндемейді, үн-түнсіз. Оны мен де отырдым үндемей. Сайлаубек Сарарқаев, Дауыскүл Еселова, ПТК арнасы.